Достар, бұл видеоны көрмес бұрын Жака City Fit деген арнаны жазылыңыздар. Сілтемесі астында болады. Сіздерді ол күтіп отыр. Тезірек. Draw my life. Хай, Аймокабай. Мен өзімнің 16 жылдық өмірімде бәрін көрген жоқпын. Бірақ көпті көрдім деп айта аламын. Менің өмірім біреуге қызықты екеніне күмәнім бар. Бірақ сіздердің маған жазған SMS-теріңізден кейін күмәнім сейілді. Ал ендеше бастайық. Мен 2000 жылы 6 наурызда туылдым. 8 наурызда тумағаныма шүкір. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы Сарқұловтар әулетіндегі ең алғашқы ұл бала болып тудым. Мен отбасымдағы жалғыз ұлмын. 2 әпкем бар. Мен 4 жасымда маған әкем ойыншық әкеліп берген болатын. Ол пойыз болатын. Мен өте қатты қуандым. Сол күні мен пойыздың жанынан бір елі кетпей айналшықтап жүрдім. Бірақ көп ұзамай менің анам дүниеден озды. Ол аз болғандай әкемнен де айырылып қалдым. Бірақ мен ол кезде ештеңені де түсінбедім. Мен атам мен әжемнің қолында өстім. Әрине, қалған туысқандарымыз да бізге өз қамқоршылықтарын танытты. Мен оны ұмытпаспын. Оларға менің алғысым шексіз. Мен 6 жасқа келгенде маған велосипед сатып алып келді. Мен қуанышым қойныма симай кетті. Бірде қанша жасымда екенім есімде жоқ. Мен көрші қызды мазақтап қашып бара жатқан едім. Бар жылдамдықты қостым да алдыға қарағаным сол еді. Басым столбқа жабысып қалды. Басымнан қан ағып, ауруханаға баруға тура келді. Басымды дәрігерлер тігіп танып берді. Содан менде маңдайымда N деген шырам қалды. Жақсылап қарасандар байқалады. Мен бірінші сыныпқа түсу үшін 2 рет экзамен тапсырдым. Себебі экзамен орысша болды. Ал мен орысша жақсы білмейтінмін. Бірінші сыныпқа экзаменді мектеп психологы Мира Аманжоловна алған еді. Әлі есімде, бірінші сыныпта орысша оқыдым. Барлық пәннен 5 деген баға алып жүрдім. Екінші сыныпта қазақша сыныпқа ауыстым. Қазақша оқып көрмеген бала едім. Әсіресе ең қиыны ын мен қ деген әріптерді ажырата алмайтынмын. Бірақ ағылшын мен орыс тілі пәндерінен басқа сабақтардан 4 пен 5 алып жүрдім. 5-ші сыныпта барлық сабақтарды түсініп 4 пен 5 деген бағаларды алып жүрдім. 7-ші сыныпта өте жақсы оқығаным соншалық аптасында 45-55 баға алып жүрдім. Бұл менің сыныптағы озат оқушы екенімді дәлелдеді. Бірақ оқуға деген құштарлығым 9-ші сыныптан бастап сөне бастады. Мен 8-ші сынып оқып жүргенде менің жаңа әпкем біздің үйге компьютер алып келді. Менің түрімді көрсеңдер ғой. Сол кезден бастап мен компьютерлік ойындарға қызыға бастадым. Менің ең алғашқы сүйікті ойындарымның бірі Dark Souls болатын. Бірақ біздің компьютер ол кезде интернетке қосылмаған еді. Тек 2015 жылы интернет қостық. Сол кезде мен YouTube-пен де таныстым. Бірақ канал ашу туралы ойламаған да едім. Менің сол кезде көретін каналдарым орыс ютуберлері болатын. Мысалға Топ 5-5, Ивангай, The Braindit, The Brain Maps, Frost, Саша Спилберг, Эдвард Аттева, Янго және Bear Grylls-тың выжить любой ценой деген видеоларын сүйіп көретінмін. Күндердің күнінде мен Ивангайдың видеосына коммент жазу үшін канал аштым. Ол канал менің орысша каналым еді. Ең басында ол арнаны мен топ 5 деп атадым. Одан кейін топ Max дедім. Сол кезде алғашқы видеоларымның бірі топ 5 видеолар болады. Топ 5 жуалының әдемі қыздары деген видео болатын. Ол 2,5 мың просмотр жинаған еді. Бірақ мен оны удалить етіп тастадым. Себебі ауылда менің атым топ 5 самых красивых девушек болып кетті. Маған бұл мүлде ұнаған жоқ. Сосын мен Омегл деген видео чатта отырып, Евгениймен таныстым. Біз онымен көп ойындарды бірге ойнап жүрдік. Скайппен сөйлесіп жүрдік. Сосын ол маған летсплей түсіршейші деді. Содан кейін мен алғашқы летсплейлер түсіріп бастадым. Бірақ ол кезде қазақша каналым жоқ еді. Комментарийге қазақша канал ашшы дегендер көп болды. Содан қазақша канал аштым. Ол осы Балкаплей болатын. Содан бері міне енді 600 подписчик болғалы жатыр. Достар, сіздерге алғысым шексіз. Достар, мен болашағыма келетін болсақ,
Қазақстаннан шығып басқа елдерді көргім келеді. Мысалы, өте қатты дамыған Япония, Америка, Франция, Италия, Бразилия сияқты елдерге барғым келеді. Осы қысқа өмірде бәрін көрмесек те көпті көргім келеді. Видеоның соңына дейін көргендеріне достарым менің үлкен рахмет. Егер осы видео саған ұнаса, неге лайк басып, мені қолдамасқа деп ойлаймын. Арнаға жазылып, достарымен бөліссең, менің саған деген ризашылығым шексіз болатын еді. Ал сіздермен болған Boka Play, бәріне бай-бай. Йо.